Сәлем көрермен, менің каналыма қош келдің. Бүгінгі видеода мен өзімнің бөлмемді өзгертемін. Жалпы бұл идея маған бұрыннан бері келген еді, бұны жоспарлап қойған еді, бірақ мен бір посылканы күттім. Қазір мен осы посылканы күттім. Енді осы келді, сондықтан видеоны бастауға болады. Және мен дайын болсам, сіз дайын болсаңыз, бастайық. Артыңа тіркел. Сұр батырманы жоқ. Арнаға тіркелуді және лайк басуды ұмытпа. Болды. Осы менің бөлмем. Осылай жаттығаныңыздар соңғы рет. Сонымен ең бірінші қадам ол әрине реттестіру. Осылай кілемді тазалап алып, мен жинап тастадым. Себебі маған өзі кілем ұнамайды. Нәрсе ол осы қабырғадағы шығып тұрған сым. Бұл бізде жарық. Сол маған кедергі жасайтын еді видеоларда. Сол үшін мен осындай нәрсе сатып алдым. Әрине маған папам көмектесті. Жалпы осындай нәтиже шықты. Қара пердемді осындай ақ пердеге ауыстыруды жөн санадым. Келесі нәрсе ол менің диваным. Жалпы оның негізгі оригинал түрі осындай. Және маған бір ой келді, оны екі жағындағы қолдарын алып тастау. Әрине маған папам көмектесті. Солай түрі төсек сияқты болды. Оны мен төрге осылай жылжытып шығардым. Ал келесі нәрсе, мен осындай распечаткаларды шығарттым. Бұл менің сүйікті картинкаларым. Енді оны төсектің үстіндегі бос қабырғаға жабыстырдым. Ал мынау менің сонау көп күткен менің ең алғашқы онлайн заказым. Бұл бізде светодиодтық лента, яғни жарық. Және лентаның қабырғаға жабыстырылуы өте оңай екен. Көгін шешсеңіздер, арқасы желімделген. Мынаны қазір реттестіремін әдемілеп, ал жалпы мына жер бос болып қалды. Сондықтан мен өзімнің бұрын сатып алған нәрсемді әкелемін. Сонымен үйдегі әдемі ілгіштерге қосып мен осындай әдемірек ілгіш сатып алдым. Бұл да фикс прайстан. Бағасы 440 теңге екен. Осындай сатып алдым. Қазір осыны ілеміз. Жалпы қазір мен мына жердің бәрін әдемілеп реттестірейін, сосын сіздерге көрсетемін барлық бөлмемді. Сонымен менде жалпы бөлмемде ылғи жайрап тұратын жер, ондай сөзді білесіздер ма? Сондай жиналып тұрмайтын жер, ол әрине үстел және теледен алдым. Сол мәселені шешу үшін мен керекті нәрселерді бір жерге қою үшін осындай нәрсе сатып алдым. Бұнымен фикс прайстан бағасы 1100 теңге екен. Әлі дұрыс ашып қараған жоқпын. Көрейік. Болды. Осында мен заттарымды, сымдарымды сақтайтын шығармын. USB анамдайларды. Мен қазір үстелмен теледен алдын реттестіремін. Осы орайда мен сіздерге инста парақшам бар екенін айтқым келіп отыр. Ол жақта мен күшті фотолар мен видеоларды жүктеймін. Сондықтан сілтеме бойынша астындағы немесе жай ғана жаным ару деп іздеп менің инста парақшама тіркел.
бізге сатып алу керек нәрселер және дұрыстау керек нәрселер өте көп. Солай соның бәрін істей сала мен сіздерге әдемілеп румтур түсіремін. Сондықтан содан әрине құр қалмау үшін не істеу керек? Арнаға тіркелу керек. Сондықтан қазір батырма қызыл болса соны сұр етіңіздер, солай арнаға тіркеліңіздер және лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі видео жайлы пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Жалпы ұнады деген ойдамын. Маған жалпы өте қатты ұнады. Әзірге маған пойдет. Бұны да өзім қатты армандаған едім. 15 секунд. Мына лентаны бірінші рет жаққанда кәдімгідей мәз болып қуанып кеттім. Солай осындай видео ұнаса міндетті түрде лайк бас. Сонымен сіздермен болған мен Аружан. Сау, тіркел бір жерге, Инстаграм, Ютуб бір жерге. Бай! Жалпы осы орайда айта кетейін, менің инстаграмым бар, менің инста парақшам бар, ол жақтан мен қызықты видеолар мен күшті фотоларды саламын, жүктеймін, сондықтан тезірек арнаға тіркел. Мен күшті суреттер мен қызықты видеоларды саламын, сондықтан арнаға... Неге арнаға дей берем?